Оның есімін естігенде атақты Рим императорларының аяқтары қалтырап, қорқыныштан зәрелері зәр түбіне кететін. Бір кездерде бүкіл әлемге әмірін жүргізбек болған қаһарлы Рим империясы біздің бабамыз Еділ қағанның алдында тізесін бүкті. Ол осынша қуаттылыққа жетердей кім еді? Біз Еділ қаған деп атайтын Аттила 400 жылы дүниеге келді. Ол кездері ғұн тайпалары шығысында Византия, ал батысында Рим империясы мен бірде тату, бірде қату күн кешіп жатқан еді. Тарихи деректерге қарасақ, 434 жылы сол кездегі ғұндардың Руғила деген көсемі дүниеден өтіп, оның інісінің балалары Еділ мен Бледа бүкіл ғұндардың билігін қолына алады. Көсемнің өлімінен кейін оның мұрагері кім болады деген дау шығады. Осы кезде Еділ амалсыз жасы кіші болған соң Бледаға тақты беруге мәжбүр болады. Осымен ғұндардың көсемі таққа отырып, бәрі шешілгендей болғанды. Алайда Еділ ағасының билігіне көңілі толмай, ақыры оны өлтіріп, өзі тақты еншілейді. Осымен алапат империяны құруға әзірлікті бастап кетеді. Егер сіз тарихи деректерге сәл үңілетін болсаңыз, бұл ғұндар Европадан қалай шыға келді деп ойланатын боларсыз. Бұл сонау Қытай империясының мазасын алып, талай императорды жер жастандырып, оның майысқан сұлу қыздарын қатын еткен ғұндардың тікелей ұрпақтары. Ұзақ уақытқа созылған қытайлармен күресте миллиондар елі қаншама шығынға батты, қаншама халқы құлдыққа түсті. Императорлар масқара күйге душар болды. Ең ақыры ұлықтай қорғанын тұрғызды. Бірақ бұлардың бірде-біреуі ғұндарға бөгет бола алмаған еді. Сол кезде ғана Қытайдың айлалы саясаткерлері бұл жауынгер халықтың ішіне іріткі салып қана жеңуге болатынын түсінді. Алдымен ғұндардың көсемдеріне жеке-жеке бағалы сыйлықтар, қымбат жібек маталар, неше түрлі аңдар мен үйретілген құстарды, ең ақыры жылқының өті, аққудың сүтінен басқа нәрсенің бәрі сыйлыққа жіберіліп, оларды сатып ала бастады. Оларға жіберілген жекелеген сыйлықтар жергілікті көсемдердің алауыздығын тудырып, бір-бірімен жарысуды әдетке айналдырды. Осылайша іштен іріген бір кездердегі атақты жауынгер тайпа әр тайпаға бөлініп, Қытай императорының жеміне айналды. Мұздай қару құрсанған қытайлар оларды жеке-жеке талқандап бағындырды. Ал бағынғысы келмеген ғұндар батысқа қарай үдере көшті. Міне, Аттила бабаларының осы қытайларға бағынбай қарсы тұрғандар болатын. Билікке келген Еділ қаған 420 жылы қазіргі Венгрия жерінде үлкен көлемде әскер жинақтайды. Бұл Византия мен Римнің зәресін ұшырады. Герман тайпалары еш қарсылықсыз Еділдің билігіне өтеді. Бұл германдықтар кезінде Римнің өзі тізе бүктіре алмаған нағыз жауынгер халықтар болатын. Енді Европаның үстіне қара бұлт үйірілді. Біраз уақытқа дейін бейбіт қарым-қатынас жасап жүрген екі елдің арасындағы жауласуға себеп табыла кетті. Онсыз да сыныққа сылтау таба алмай жүрген дала жауынгерлері Дунай бойындағы римдік қалалардың тас-талқанын шығарды. Осы бетімен тоқтамай, өзеннің шығыс жағалауындағы Сербия территориясындағы бірнеше бекіністі басып алады. Бұл жорықтар Еділдің ағасы Бледа тірі кезінде болған еді. 444 жылы жеке дара билікке келген Еділ қол астындағы армияны күшейтіп жаңа жорыққа дайындалады. Шыны керек, дәл сол кезде Европаның императорлары жас қағанды елегісі келмеді. Оны әлі де баласынып, бір күні опық жеп, сабасына түседі деп есептесе керек. Бірақ Еділ олардың бұл ойымен келіспеді. Жорықтан жеңіспен оралған қаған өзінің көп дүниеге ие екендігін дәлелдегісі келді. Сөйтіп, Византия императоры екінші Феодосийге алым салық төлеуді және осы жорықта жау жағына өтіп кеткен сатқындарды қайтаруды талап етеді. Әрине, бұл императорды ашықтан ашық басыну болатын.
он көсемнің бұл талабына шыдай алмаған император соғыс жариялайды. Еділдің де күткені осы еді. Жай оғындай зулаған оның атты әскер Ратерияны талқандап 447 жылы империяның Балкандағы провинцияларына жорық жасайды. Осы жорық туралы византиялық тарихшы Марцелин былай деп жазады: бірінші соғысқа қарағанда көбесе ауырлау болған бұл сұмдық соғыста Аттила бүкіл Европаны үгіп, ұнтақтап тастады. Қағанның әскері Фракия, Иллирияны басып алып, Фермопила, Константинопольді іргесіне дейін жетеді. Сәресі зәр түбіне кеткен император Еділдің алдына тізе бүгіп, алым-салық төлеуге уәде етеді. Сыйлыққа қарық болған ғұн сарбаздары өздерінің көсемдерінің бастауымен далалық аймақтарына қайтып оралады. 451 жылы көктем шыға ғұндардың мыңдаған әскері Галлияға басып кіреді. Ал шілде айында Римдік Галлия астанасы Орлеан қаласын қоршауға алады. Қамалдың беріктігі сондай, тас атқыштардың өзі бөгеліп қалады. Осы кезде римдік генерал Аэцийдің және Вестготтар королі бірінші Теодорихтің біріккен әскері Орлеан қаласына көмекке келеді. Бұл тарихтағы ең алапат соғысқа әкеп соқты. Бұл 160 мыңнан астам жер жастанған Каталун шайқасы болатын. Бұл шайқаста ешқандай жақ жеңіске жеткен жоқ. Қанды қырғында Вестготтар әміршісі бірінші Теодорих ауыр жараланып қайтыс болады. Бұл шайқас туралы тарихшылар нақты тоқтамға келе алмай жүр. Бір тарихшы бұл соғыста Еділ әскері анық жеңілді. Сол себепті әскерін сақтап қалу үшін кері шегінді десе, енді бір тарихшы бұл ұрыста ешқандай жақ жеңіске жеткен жоқ. Шайқас ит жығыспен аяқталды деп есептейді. Қалай десек те, бұл бұрын соңды болмаған алапат қырғын еді. Адам бөліктерінен майдан даласында қозғалу мүмкін болмай қалған. Шайқас біткен соң Еділ өзінің аман қалған әскерін Дунай өзенінің жағалауына тынықтырады. Енді оның бар ойы Рим қаласын қалайда басып алып, бүкіл тарихқа нүкте қою болды. 452 жылы ғұндар Италияның солтүстігіне басып кіреді. Атақты императорлар сарайын кіріп келген Еділ сарай қабырғаларына римдік императорлардың суреттерін көреді. Суреттерде тақта отырған Рим императорлардың аяқ жағында скиф жауынгерлерінің өліктері жатқанын бейнелегенін байқайды. Еділ өз адамдарына сол суретшіні таптырып, оған басқа сурет салуға бұйрық береді. Бұл суретте Еділ қаған тақта отырған, ал Рим императорлары керісінше оның аяқ астында алтын төгіп жатқанын бейнелеген еді. Қағанды Римге барғызбауды тырысқан Рим папасы бірінші Лео қасына атақты римдіктер Авиена мен Тригетияны ертіп көсемімен келіссөзге барады. Папа ақыры өз мақсатына жетіп, Еділ Римге бармайтын болады. Есесіне римдіктер қаптаған алтын төлеп, бағыныштылығын мойындайды. Елге оралған ғұн жауынгерлері Каталун даласында кеткен есесін қайтаруға ойласа бастайды. Олардың бойларын ыза билеп, қайтсе де кек алар күнді асыға тосады. Аландарға жорық жасап, батыстан да шығыстан да көлік өсір алым салық алып, қайта еліне оралады. Еліне келген ол Бургундия ханшайымы Илдонияға үйленіп, ұлан асыр той жасайды. Алайда бұл атақты қағанның соңғы түні болатын. Алғашқы неке түнінде Еділ қаған белгісіз жағдайда қазаға ұшырайды. Тарихшылар мұны мұрнынан кеткен қанмен тұншығы бөлді десе, енді біреулері әлгі бургундиялық ханшайымның кеткен кегін алып, оның шарабына у қосып берді деп есептейді. Қалай болса да, Еділ қағанға дәл сол кезде әлемнің ешқандай мемлекеті қарсы келе алмайтын. Аңыз бойынша, оның алтын жал деген қасиетті тұлпары болған екен. Ол атақты Римді тізерлетіп, көшпенділердің империясын шарықтау шыңына жеткізген күні алтын жалын босатып қоя берген көрінеді. Себебі жер бетінде Еділге қарсы келе алатын патша жоқ болатын, дейді аңыздарда. Егер алмағайым кез туып, көшпендінің басына ауыр күн туар болса,
алтын жыл қайта оралады деген аңыз бар. Еділ қаған туралы мыңдаған кітаптар жазылып, Европаның атақты композиторлары талай туындысын арнады. Оны тарихшылар әділ патша деп атады. Ал үрейленген императорлар Еділді Құдайдың қамшысы деген лақап ат берді. Адамзат тарихында ең атақты адамдар ретінде Александр Македонский, Юлий Цезарьмен қатар қойылуы Еділ қағанның қандай адам болғанын көрсетеді. Ол көшпенділер арасынан шыққан нағыз қаһарман болатын.